Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар, көрермендер? Бүгін қазақ тілінде салық кодексі, яғни 2026 жылға арналған салық кодексі туралы қысқаша сіздерге ақпаратты ұсынып отырмын. Яғни ендігі жылы, 2026 жылы, 2026 жылы бізде қандай арнаулы салық режимдері таңдауға құқымыз бар екенін анықтайық. Яғни ендігі жылы салық кодексі бойынша арнаулы салық режимдері 16 бөлімде көрсетілген. 715 бапта бірінші тармағында мынандай кесте берілген. Бұл кестеде арнаулы салық режимдердің үш түрі көрсетілген. Бірінші, өзін-өзі жұмыспен қамтылғандарға арналған арнаулы салық режимі. Екінші, оңайтылған декларация негізінде арнаулы салық режимі. Және үшінші, шаруа немесе фермер қожалықтарына арналған арнаулы салық режимі. Яғни ендігі жылы бізде арнаулы салық режимдері тек қана үш түрі болады. Бірінші режим осы қысқаша кестеде негізгі шарттары көрсетіліп кеткен. Сол шарттарды айтып кетейік. Жалпы әр режим туралы қосымша ақпарат әрине қажет, тереңдетіліп барлық терең білу үшін әр режимді. Сондықтан алғашқыда жалпы танысып кетейік. Өзін-өзі жұмыспен қамтылғандарға арналған арнаулы салық режимі дегеніміз, бұны кім қолдануға құқысы бар? Жеке тұлғалар. Жеке тұлғалар дегенімізде бұл Қазақстан Республикасының азаматтары және қандастар. Бұл кезде жеке тұлға кәсіпкер болып танылмайды. Яғни жеке тұлға кәсіпкер ретінде тіркелуге міндетті емес, ол кәсіпкер ретінде тіркелмейді де, тек қана мысалы қазір егер жеке кәсіпкерлігі болмаса да, осы арнаулы режимді таңдап жұмыс істесе болады. Айына тапқан табысы 300 айлық есептік көрсеткіштен аспау тиіс. Бір айға төлейтін салықтардың түрлері: жеке табыс салығы 0%-ды құрайды, әлеуметтік төлемдер 4%-ды құрайды. Яғни тапқан табысынан, яғни кірісінен 4% әлеуметтік төлемдерді төлейді. Бұл қандай төлемдер? Бұл міндетті зейнетақы жарнасы, медициналық жарна, әлеуметтік аударымдар. Яғни 4%-ды өз үшін есептеп, ғаламтор жүйесінде тіркелген мемлекеттік салық органдары, яғни салық органдары ұсынған мобилді қосымша арқылы жұмыс жасаса болады. Мысалы, биылға бұл е-салық бизнес қосымшасы, ендігі жылы мүмкін тағы басқа қосымшалар болатын шығар. Және де негізінен бұл қосымша арқылы, чектерді ұру арқылы салық органдар біз тапқан табысымыз туралы толық ақпарат алып отырады. Және барлық тапқан табысына бір айда 300 МРП дегеніміз, яғни 300 айлық есептік көрсеткіш дегеніміз шамамен 1.300.000 теңгені құрайды екен. Бұл табыс 1.300.000-нан аспау керек. Төмен болуы мүмкін, бірақ аспау керек. Сол тапқан табысынан 4% әлеуметтік төлемдерді ай сайын төлеп отырады. Келесі айдың 25-ші жұлдызына дейін, яғни 25-не дейін. Және де ең соңғы шарты, Қазақстан Республикасының өкіметі арнаулы қызмет түрлерінің тізімін береді. Бұл рұқсат етілген қызмет түрлерінің тізімі деп аталады. Осы тізімде сіз таңдаған қызметті тапсаңыз, онда өз-өзін қамту, жұмыспен қамтылған арнаулы салық режимін қолдануға құқыңыз бар. Және ең негізгісі,
жұмысшыларды жалдай алмайсыз. Неге? Өйткені аталуы да өзі айтып тұр, өзін өзі жұмыспен қамтып отыр деп. Және ешкімді басқа жұмысқа тарта алмайды және жалдай алмайды. Өйткені ол кәсіпкер емес, ол тек қана жеке тұлғаға сатады. Мысалы, мен базарда отырып, сауда бұл жерде кірмейді. Мысалы, бір қызметтер көрсететін болсам, мысалы, репетиторлық ретінде, мысалы, математиканы оқытатын болсам, балдарға, иә, және осы қызмет үшін кәсіпкерлікті ашпаймын, ИП, яғни жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеймін. а, Өзімді өзім жұмыспен қамтыдым деп, бірінші чекті басқан уақыттан бастап өзімді жұмыспен қамтыдым деп есептелемін де, салықты уақытылы төлеп отыруға тиістімін. Ал әзірше, ә, жалпы қандай банк карта арқылы ұруға тиіс екенін әлі белгісіз. Себебі қазіргі кезде жеке тұлға тек қана өзінің жеке карточкаларына, мысалы, Каспи Голд арқылы ұрсақ, бұл жерде жеке төлемдер де өзіміздің шығындарымыз да көрсетіледі. Сондықтан ендігі жылға дейін салық органдары бұл мәселені шешіп береміз деді, және де мүмкін бұл режимге арналған бөлек карточкаларда пайда болатын шығар. Келесі салық режимі, арнаулы салық режимі, бұл оңайтылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі. Бұл режимде жұмыс жасау үшін жай жеке тұлға ғана емес, кәсіпкер болу керек, яғни кәсіпкер ретінде тіркелу керек, және де заңды тұлғаларда бұл режимде жұмыс жасай алады, яғни жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, мысалы. Негізінен шектеулі табыс, яғни табыстың көлемі жылына, яғни бір жылдың ішінде 600 есептік айлық көрсеткіштен аспау тиіс. Яғни ендігі жыл жобасы бойынша айлық есептік көрсеткіш 4325 теңгені құрайды деген болжам бар. Егер де осы айлық есептік көрсеткішпен есептейтін болсақ, 600 мыңды 4325-ке көбейтетін болсақ, 2 миллиард 500 миллиондай, шамамен айтып жатырмын да, мөлшерде кіріс табуға болады екен, және одан асып кетсе ғана жалпыға ортақ режимге ауысуға тиіс. Ондан аспаса, осы арнаулы оңайтылған режим бойынша жұмыс жасауға болады. Құқығы бар. Және де салық мөлшерлемесі 4%, бірақ 4%ды біз орташа мөлшерлеме деп айтсақ та болады. Неге? Өйткені қосымша шарты да бар, яғни жергілікті өкілді органдары бұл салық мөлшерлемені 50%-ға төмендетуге немесе 50%-ға жоғарлатуға, арттыруға құқылары бар. Яғни төмендеткен жағдайда 2%-ды құрайтын болады, ал жоғарлатқан жағдайда 6%-ды құрайтын болады. Және де 4% салық, бұл жеке табыс салығы болып табылады. Одан басқа әлеуметтік төлемдерді де төлеу керек, яғни міндетті зейнетақы жарналары, медициналық жарналары және әлеуметтік аударымдар. Және ең негізгі шарттардың бірі, ең бірінші шарттың бірі деп айтсақ та болады, Қазақстан Республикасы қосымша заңнамаларына сәйкес, Қазақстан Республикасының үкіметінің қосымша заңнамаларына сәйкес, арнаулы салық режимді қолдану үшін тыйым салынған қызмет түрлерінен басқалары қолдануға құқылары бар. Яғни тізім болады, бұл тізімде тыйым салынған қызмет түрлері көрсетіледі. Әзірше жобада 44 қызмет түрі көрсетілген. Толық бекіткеннен кейін танысып, егер осы тыйым салынған қызмет түрлерінің арасында өзіңіздің қызмет түрін таппасаңыз, онда оңайтылған декларацияны қолдануға құқыңыз бар деген сөз. Бірақ
төменде тағы айтып кетемін, жалпы арнаулы салық режимдердің кез келгенін қолдану үшін қосымша шарттары бар. Олар 724 бапта көрсетілген. Ол қосымша шарттарды біз бөлек видеода айтып кетемін. Және соңғы салық режимі, арнаулы салық режимі, бұл тек қана ауыл шаруашылыққа қатысты шаруа немесе фермерлік қожалықтарына арналған арнаулы салық режимі. Бұл жерде өзіңіз аталуынан ғана байқалып тұрған, басынан бастап белгілі, яғни шаруа немесе фермерлік қожалықтар ғана қолдана алады. Табыстың шегі бекітілмеген, жеке табыс салығы 0,5% құрайды, яғни 1%-ның жартысы деген сөзді білдіреді. Және де негізгі шарттың бірі, бұл Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген шекті алаңдарда жеке меншік немесе жер пайдалануға құқықтарында жер учаскелері болған кезде деп қойыпты. Яғни белгілі бір мөлшерде, яғни белгілі бір аумақта, яғни жер көлемі Қазақстан Республикасында не жеке меншікте, немесе уақытша пайдалануда белгіленген жер көлемі болуы тиіс дейді. Сол кезде ғана шаруа немесе фермерлік қожалықтар осы арнаулы салық режимін қолдануға құқықтары пайда болады. Сонымен біз айтып кеткен бұл кестеде көрсетілген арнаулы салық режимдері үшеу ғана, және де әрқайсына тағы қосымша жеке баптары белгіленген. Олармен танысуға да міндетті, себебі бұл жерде тек қана жалпылама шарттары көрсетілген. Әрқайсысын жеке-жеке тағы тереңдетіп танысу керек, себебі толығымен таныспағанша, әр арнаулы салық режимімен барлық баптарын зерттеп оқымағанша қаншалықты қолдануға және де қаншалықты дұрыс қолдануға құқымыз, яғни мүмкіндігіміз бар екенін біз білуге тиістіміз. Бүгінге осы. Келесі жолы қосымша тағы видеолар болады. Көптеген тыңдаушылар мен қазақ тілінде видеоларды жүргізген кезде сөз байлығы өте аз екен деп айтып жатады. Себебі енді бұл жерде ақталып жатқан жоғым, жай ғана айтайын дегенім, өзім орыс тілінде оқыдым, және де қазақша мүмкін сөз байлығым бар болса да, автоматты түрде орыс тілінде үйреніп қалғандықтан, көбінесе ойымды білдіріп, кей кезде қазақ тілінде сөздерді, бір шектеулі сөздерді ғана қолданғаныма да өзімде кейде ыңғайсыз болып қаламын. Сондықтан қолдауыңызды сұраймын. Келесі жолы қазақ тілінде, әсіресе кәсіби тілінде ақпаратты жеткізу оңай емес. Сондықтан қолдап қойыңыздар, видеоға лайк басыңыздар. Қазақ тілінде видеоларды тағы да көбейе берсін, және де менде қазақ тілінде видеоларды жазуға ынтам одан әрі ынталандыру үшін мені. Және де сіздерге көп рахмет, видеоны соңына дейін тыңдасаңыздар. Келесі кездескенше.